Қайырлы күн достар, тәніне дауа іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы сіздерге бүгін өттің қызметі және өттің дұрысталмауынан болатын салдарлары туралы айтам. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өт дегеніміз не? Бірінші айта кететініміз. Ол сұйықтық, су секілді сұйықтық болып келеді. Өт қайда өндіріледі? Бәріңіз ойлауыңыз мүмкін, өт қабында өндіріледі деп. Жоқ, өттің бауырдың жасушаларында, яғни гепатоциттерде өндіріледі. Ол өттің өзінің арнайы жолдары арқылы, оң жақ, сол жақ түтіктері арқылы өттің қабына барып құяды. Ал өт қабы ол өттің жинау қызметін атқарады. Өт қабы, өт негізі жүрек секілді тұрақты бөлініп тұрады. Ал тамақ түскен кезде ғана өт белгілі бір мөлшерде 12 ішекке өтті бөліп отырады. Ал өттің қызметіне келетін болсақ, өттің бірінші қызметі ол майды ыдырату болып келеді, яғни липидтерді ыдырату және сол липидтерді организмге сіңдіру қызметін атқарады. Екінші, ол майда детоксикация процесін, яғни организмде токсиндерді шығарады. Үшінші қызметі ол А, Д, Е, К дейтін майда еритін витаминдерді организмге сіңдіру. Сіз ойлауыңыз мүмкін, что мен тамақтанып жатырмын, Д витаминін қолданып жатырмын, неге менің анализімде Д витамині неге көтерілмей жатыр деп. Яғни, онда сіз өтіңіздің дұрыстамағанын, өтіңіз дұрыстамама, соны сіз ОЗИ-ге барып қарау керексіз. Келесі ол қызметі, яғни организмдегі эстрогеннің метаболиттерін шығару болып келеді. Өт тамақ түскен кезде 12 ішекке негізі бөлініп отырады. Қай кезде бөлінбейді 12 ішекке? Ол бірінші, өт қоюланған кезде, өттің жолдарында, өттің түтіктерінде егер полиптер, тастар болатын болса, сол кезде өт 12 ішекке тамбайды. Келесі айтатымыз, ол енді өт неге қоюланады? Өттің қоюлану себептері біз дұрыс тамақтанбаймыз. Дұрыс тамақтанбаған екен, қалай дұрыс тамақтанбау деген енді қалай түсінуге болады? Біз күніне 2-3 рет тамақтану керекпіз. Біз кейде көп кісілер таңертең тамақ жемейді да жұмысқа асығып кете салады. Ал түнде өт бауырдан бөлінген өттің бәрі таңертең өт қабында жиналады. Өт қабында жиналған екен, таңертең өт қабы өзінен өтті шығарып тастағысы келіп тұрады. Сол себепті біз таңертең тамақтану керекпіз негізі. Бірақ ол тамақтанбаған екен, өт қабында қалып қояды да, соның нәтижесінде көп мөлшерде бөлінген өттер өт қабында қоюланып жиналады. Соның нәтижесінде қоюланып қалады. Екінші себеп, біз көбіне тамақтанғанында жай көмірсуларды қолданамыз. Яғни ұн тағамдары, чипсы, кирешки, сол секілді фастфуд, яғни тез дайындалатын тағамдар жай көмірсулардан қорғалады. Яғни олар бірден ыдырап кетеді, бірден жойылып кетеді. Ал бізде өт бөлінген кезде 12 ішекке белгілі бір мөлшерден бөлініп отырады. Ал сол кішкентай мөлшердің өзінен бағанағы жай көмірсулардан құралған тамағымыз ыдырап кетеді. Содан түні бойы жиналған өтіміз қайдадан бөлінбей 12 ішекке өт қабында қоюланып қалып қояды. Қайтадан сол процесс, қайтадан өт шықпаған екен, өт қабында қоюланып жиналып қалады. Келесі, яғни осы жай көмірсулардың организмге бірден түскен екен, ол инсулин гормонын бірден көтереді. Инсулин гормонын көп мөлшерде өндіріледі. Соның нәтижесінде инсулин гормоны өт қабында өттің қоюлануына алып келеді. Келесі, біздің көбінесе
осы өттің қоюлануына алып келетін салдарлардың бірі ол біздің стресстік жағдайлар болып келеді. Стресстік жағдайға түскен кезде бізде организмде кортизол гормоны бөлінеді. Кортизол гормоны ол да осы өт қабындағы өттің қоюлануына алып келеді. Жалпы өттің қоюлануына алып келеді. Яғни біз барынша стресстік жағдайға түспеуге талпыну керекпіз. Және де стресстік жағдайға түскеннің өзінде біз одан тез шығып кетудің амалын жасау керекпіз. Әртүрлі медитация тыңдайсыз ба, сыртқа шығып таза ауа жұтасыз ба, бірақ сол стресстік жағдайда біз ұзақ уақыт қалып қоймау керекпіз. Енді айта кететін ол эстроген гормондары болып келеді. Эстроген гормондары ол да өттің қоюлануына алып келеді. Бізде эстроген гормоны көбіне жүкті әйелдерде көбейеді. Барлық жүкті әйелдерде эстроген гормоны көбейеді. Соның нәтижесінде бұл да өттің қоюлануына алып келеді. Енді біз бағана айттық қой, өт қоюланады деп. Өт қоюланған кезде өт 12 шекке тамбаса, бір орында жиналатын болса, ол бір орында тұрған мусор секілді сасиды. Сасыған екен, ол өзінен токсиндер бөлінеді. Токсиндер бөлгеннен кейін адамдар әлсіз, шаршағыш, бетінде, терісінде акне шығады, ештеңеге желаниясы болмайды, тек ұйқысы келе беретін болады. Және де соның нәтижесінде аллергиялық ауруларға бейім болып келеді осы токсиндердің әсерінен. Кейін біз бағана айттық, гепатоциттерде өндіріледі деп өтті. Енді гепатоциттерде өттің арнайы өзінің жолы болады. Өт жолы арқылы ол өт қабына барып жиналады. Өт қабына сол гепатоциттердің өт жолынан басқа қасында капиллярлар болады. Негізінде капиллярлардың қабырғасы бүтін болу керек. Ал бұл бауырдағы, тек қана бауырдың капиллярлары ғана терезелі болып келеді. Яғни осы терезелі арқылы, капиллярлар арқылы осы көп өт қабында өт қою болып тұр ғой. Сол себепті бауырдағы өттің де шығуы қиындайды. Ол да қоюланады. Соның нәтижесінде осы капиллярлар арқылы, терезелі капиллярлар арқылы өт қан тамырға түседі. Қан тамырға түскеннен кейін ол көздің қызару, көздің сарқыштануы секілді, және де денеде қышу сезімдері пайда болады, және де тері құрғақ болады. Осы өттің іркілген себептерінің көріністері болып келеді. Өттің іркілгенінің көрінісі болып келеді. Осыдан кейін өт енді 12 шекке таму керек қой. Өт қоюланған екен дұрыстап тамбайды. Ал тамақтың қорытылуына алып келген тамақтың қорытылуы үшін ұйқы безінде ферменттер бөлінеді. Ол ферменттерді активтейтін осы липазаны, яғни бана айтып қой, майды ыдырататын фермент ол липаза болып келеді. Липаза ферменті липидтерді ұсақ майдың молекулаларына ыдыратады. Осы өт болмаған екен липаза ферменті активтенбейді де біздің ішкен тамағымыздағы майлар ыдырамайды. Соның нәтижесінде біздің жеген тағамымыз бір орында тұрып сасиды. Соның нәтижесінде ол жерде газ түзілу процесі жүреді, газообразование. Сіздің УЗИ заключениелер қорытындыларында байқаған болатын шығарсыздар, пневматоз дейді. Яғни газообразование жүреді, тамақ дұрыстап ыдырамаған екен. Соның нәтижесінде ішектерде газ жиналу пайда болады. Тамақ дұрыстап қорытылмаған екен,
соның қалдықтарымен, тамақтың қалдықтарымен негізі ішекте біраз бөлігі қайтадан организмге сіңу керек. Ол сіңбеген екен, шіріген екен, сонымен құрттар және паразиттер қоректенеді. Содан шыққан, паразитоз, гельминтоз дейтін аурулар пайда болады. Көбіне айтып жатамыз ғой, осы өттің дұрыс тамбауынан паразиттердің көбейіп кетті деп. Міне осы өттің негізі қызметтерінің бірі осы құрттардың профилактикасы ретінде қолданылады. Ал келесі бізде енді қызметтерінің бірі эстрогеннің метаболиттерін организмнен шығарып тастайды. Өттің негізгі қызметтерінің бірі. Яғни соның нәтижесінде организмге миома, киста секілді аурулардың болдырмауға алып келеді. Осы тағы да бір егерде қызметі буын ауруларында өттің дұрыс тамбауы буын ауруларына алып келуі мүмкін. Егерде сізде остеоартроз, ревматоидный артрит, псориатический артрит, кейін спондилоартрит, бехтерева дейтін аурулар болатын болса, онда сіздер осы өтіңіздің дұрыс тамуына үлкен мән беріңіздер. Себебі біз айттық қой, бағана майлардың, яғни липидтердің ыдырататын негізгі қызметі майларды ыдыратады дедік. Яғни липидтерді. Ал біздің буынның ішіндегі сұйықтықтың, синовальная оболочка дейміз ғой, буынның ішіндегі қабықшаның бәрін осы фосфолипидтерден, холестеринден, майлардан тұрады. Яғни осы майлар баған ыдырамады ғой, соның нәтижесінде осы синовальная оболочкадағы және сұйықтықтағы майлардың ара қатынасы өзгереді де, яғни оның смазка ретінде жүреді ғой, буынның ішіндегі сұйықтық болады. Сол сұйықтық азайғаннан кейін буындар бір-біріне тиіп, содан қажалып ауру сезімі болады. Ал бағанегі бұл сол өттің липидтерді ыдыратпауының нәтижесінен болып келіп тұр. Мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни, егерде буыныңыз ауыратын болса да, өттің дұрыс тамуына үлкен мән беріңіздер. Келесі біздің айтатын мәселеміз ол еміне келетін болсақ. Емі біз барынша таңертең тұрған кезде ыстық, яғни ауыз күймейтінде 50 градустағы бір стакан су ішкеніміз жақсы. Себебі біздің асқазан ішек жолымыздың бәрі ыстық, яғни жылы күйде жақсы жұмыс жасайды. Сол кезде организмдегі өттің, асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсарады ыстық су ішкеннен кейін. Ал егерде соған лимон қосатын болсаңыз, нұр үстіне нұр болатын еді. Себебі ол детоксикация қызметін атқарады, яғни организмдегі бауырдағы токсиндерді шығарады. Соның нәтижесінде сіз бауырдың дұрыс жұмыс жасауына үлкен көмегіңіз болатын еді. Келесі, яғни бірінші суды ішу, ал жылы ыстық су, ауыз күйдірмейтінде жылы су болу керек. Екінші, ол жаттығу жасау болып келеді. Мен сіздерге видеосын суреттер қойып қойдым, мұны соған қарап, осындай жаттығулар жасасаңыз болады. Немесе өзіңіз интернеттен қарап, өттің дұрыс жұмыс жасауына қажетті жаттығулар деп іздесеңіз, жаттығулар шығады. Яғни, ол таңертең бізде өт қабында түні бойы бізде бауыр жүрек секілді тұрақты жұмыс істеп тұрады.
өтті тұрақты бөліп отырады. Ал ол өт қабында жиналып отырады. Өт қабында жиналады, иә. Соның нәтижесінде ол тек тамақ түскен кезде ғана бізге өт бөліп отырады, белгілі бөлшегін. Содан өт қабы таңертең өзіндегі өтті шығарып тастағысы келеді. Біз кейін сол себепті біз басымызды төмен қаратып поза жасайтын болсақ, сол кезде өттің дұрыс шығуына біз көп көмектесетін боламыз. Келесі, біз диета дейміз. Диета дегенмен көбісі түсіну мүмкін, что май қолданбайтын майсыз диета деп ойлаймыз. Жоқ, қазір біз таңертең таңғы асқа дұрыс майларды қосқанымыз дұрыс. Дұрыс майлар дегеніміз ол жылқы майы, қойдың майы, яғни кәдімгі сары майымыз, бірақ 82,5%-тен жоғары майларды қолданамыз. Соның нәтижесінде біздің өтіміз көп мөлшерде шығады. Өт қабындағы өттің өзінің біраз өтті шығаруына сіз көмектесесіз. Сол майларды енгізу арқылы. Бірақ көп мөлшерде майды енгізуге де болмайды. Себебі көп мөлшерде майды енгізетін болсаңыз, өт қабындағы өт көп мөлшерде 12 ішекке түседі. Сол нәтижесінде өт қабы мен асқазанның арасындағы сфинктерді ашып, ол өттің біраз бөлігі асқазанға түсіп, изжога беру мүмкін. Сол себепті көп май қолдануға да болмайды. Келесі, аптекадан расторопша дейтін шөпті алып демдеп, оны да ішсеңіз болады. Народный средство ретінде. Ал бізде көбінесе жұмыс істейтін болған екен, оны демдеп отыруға уақытымыз жоқ. Сол себепті мен таблетка түріндегі дәрілерді ұсынатын едім. Ол ұсынамын. Бірінші, біз өт қабы туралы айтатын болсақ, оның басында сфинктерлер болады. Ол сфинктері кейін ішінде өт болады, кейін оны айдау процесі болу керек. Біз бірінші дәрімізді спазмолитик ретінде қолданамыз, яғни сфинктерді кішкене ашуына көмектесеміз. Екінші, оны айдаймыз. Өт қабының ішіндегі өтті айдау керекпіз. Ол қай кезде айдаймыз? Егерде өтіміз сұйық күйде болған кезде. Өтіміз сұйық болса, біздегі протоктар арқылы жеңіл өтеді. Өтуі жеңіл болады. Егер маған көбіне айтып жатады, дәрігер қызым, маған осы 3 дәрі емес, 1 дәріні жазып берші, жақсы көмектесетін дейді. Жоқ, болмайды. Себебі ол, мысалы, баған айттым, сфинктерлер ашық болған егерде өтіңіз қою болатын болса, ол шықпайды. Ал егерде оны сфинктеріңіз ашылған, өтіңіз қою, бірақ оны кейде гипомоторлы дейтін өзі заключениеде көрген шығарсыздар. Сода, яғни өт қабының бұлшықеттері баяу қызмет жасайды, сол нәтижесінде өтті айдамау мүмкін. Сол себепті біз осы 3 дәріні де қолданып ішу керекпіз. Егерде өтіміз дұрыстап жасасын десеңіз. Егер бұны көктемнің басқа айларында, яғни март-апрельде, және де күздің соңғы айларында, қазан-қараша айларында өтті айдау осы курсын қолдансаңыз жақсы.
ол 10-14 күнге дейін созылуы мүмкін, бірақ ол әркімде әрқилы. Өт қабындағы өтті шығару жолдары туралы курсын айтамын. Ол курста өтті шығаруға кімдерге болады? Ол курсты жүргізуге, емді жүргізуге кімдерге болады? Қанша уақыт жүргізу керек? Қай дәріні қай уақытта ішу керек екенін мен сіздерге осы видеода айтатын боламын. Егер қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздің мақсатымыз не? Сіздің және менің мақсатым өт қабындағы өттің сұйық күйде шығып отыруы және олардың қоймалжыңданып қалмауы, яғни қоймалжыңданып, жиналып, кристалданып, құмға айналып, құмнан ұсақ тастарға айналып және үлкен тастарға айналмай, өт қабын алып тастамаудың жолдарын, өт қабын алып тастамауға барынша атсалысу болып келеді. Бұл курс кімдерге керек? Кімдер бұны ішсе болады деген сіздерде сұрақ болады. Ол курсты өтінде тасы бар адамдардан басқасын бәріне ішуге болады. Өтінде тасы бар адамдарға бұл курсты қолдануға болмайды. Оларға тек қолдаушы терапия ғана жүргізіледі. Енді бұл терапияны қай уақытта жүргізу керек деген сіздерде сұрақ туады. Бірінші, ол көктемнің бастапқы айларында, март-апрельде, ал күздің соңғы айларында, қазан-қараша айларында жүргізу керек. Сіздерде тағы да сұрақ болуы мүмкін. Бұл курсты қанша уақыт жүргізу керек деген. Бұл курсты 10-14 күн жүргізу керек. Бірақ бұл да нақты қатып қалған қағида емес. Егер де біз қандай көрсеткішке қараймыз? Үлкен дәретіңізге, шоколадты түрде болатын болса түсі, және де сосиска тәрізді болатын болса, іштен шыққан желдің иісі және де дауысы болмайтын болса, сол дәрежеге жетсеңіз, сіз бұл курсты тоқтата берсеңіз болады. Ол курс не 7 күн болуы мүмкін, немесе 14 күннен де көп болуы мүмкін. Оны сіз өзіңіздің, әрбір адам өзінің жеке ерекшелігіне байланысты болып келеді. Сол себепті оны нақты қанша күн ішетінін тек өзіңіз ғана шешесіз. Келесі, бұл курста енді қай дәрілерді ішу керек деген сұрақ туады. Мені мына грушаны не себепті алып алды деген ойларыңыз туған шығар. Бұл груша адамның өт қабы осы груша тәрізді болып келеді. Сіздерге көрген нәрсе адамның есінде жақсы қалады. Сол естеріңізде жақсы қалсын деп осы грушаны алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл курстың терапиясында біз 3 дәріні ішеміз. 3 дәрі. Яғни спазмолитик, мысалы адистон, өтті айдайтын хафитол, үшінші өтті сұйылтатын дәрі. Оған орсасанда алсаңыздар болады. Енді спазмолитик қандай қызмет атқарады? Өт түтігіне, өттің шығатын жерінде сфинктер болады. Өт қабының сфинктері. Сол сфинктерді саңылауын ашу үшін сіз спазмолитикті қолданасыз. Ал өтті айдайтын, өттің шығуына, осы өт қабының жиылуына әсер ететін өт айдайтын препараттарды, яғни хафитолды ішсеңіз болады. Аллахол, хафитол дәрілерін ішсеңіздер болады. Соның нәтижесінде өт қабынан сыртқа қарай шығады. Енді қай кезде өтіміз жақсы шығады? Егер де біз өзіміз айттық, өт ертінді, су секілді ертінді. Сол дәрежеге жеткен кезде өт жақсы шығады. Егер де сіз 2 дәрінің біреуін ішпейтін болсаңыз, мысалы спазмолитикті ішпейтін болсаңыз, сұйық болғанмен, өтті айдағанмен ол шықпауы мүмкін. Екінші, сіз спазмолитикті ішесіз, және де ішінде су секілді ертінді болып тұрып, егер айдамайтын болсаңыз, өтіңіз тағы да шықпауы мүмкін. Сол себепті сіз ойлайсыз, мен адистонды ішіп жатырмын, орсасанды ішіп жатырмын, неге менде өт әлі де қоймалжың, неге менде өт шықпай жатыр деген сұрақтар болуы мүмкін. Сол себепті бір дәріні қалдырмай 3 дәріні де қоса ішу керек. Енді
Сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін: бұл дәрілерді қай уақытта ішу керек деген. Ол дәріні бірінші адистонда бір таблетка таңертең таңға асқа дейін 15 минут қалғанда ішесіз. Сонымен қатар адистонмен либо хафитол, аллахол, өзіңіз таңдайсыз, өт айдайтын дәрілерді. Түсте тағы да түскі тамақтан 15 минут алдын қалғанда тағы да аллахол, адистон екеуін қосып ішесіз. Бұл екі дәріні кешкі 6-ға дейін ішу керек. Себебі біздің өт қабымыз 6-дан кейін жұмыс істемейді. Егерде өт айдайтын дәрілерді ішетін болсаңыз, онда сіз қайтадан өт қабын жұмыс істеуге, яғни айдап қайтадан бауырдан өттің көп жиналуына әсер етесі, өт қабы істемегеннен кейін ол өттің айдауы қиын болады. Сол себепті сіз одан сайын толуына алып келесіз. Ал Урсасанға келетін болсақ, Урсасанда сіздер ұйықтардан алдын ішіп, содан кейін ұйқыға кету керексіздер. Сіз 10-да жатсаңыз 10-да ішесіз, 12-де жатсаңыз 12-де ішесіз. Енді Урсасанға келетін болсақ, ол Урсасанды адамның салмағына қарай қолданасыз. 60 килограммға дейін 2 капсула, 60 килограммның 90 килограммға дейін 3 капсула ішесіз. Ал салмағыңыз 90 килограммнан жоғары болатын болса, 4 капсула ішесіз. Сонда да бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Егерде сіз салмағыңыз 60 килограммға дейін болатын болса, бірақ сіздің туысқандарыңызда осы өт ауруы тұқымқуалаушылығы болатын болса, онда сіз 3 капсула ішесіз. Бірақ бұның бәрі индивидуально, жағдайыңызға қарай ішесіз. Мысалы, енді біз өттің жүргені неге қараймыз? Егерде сіздің өтіңіз жүрсе, өт қабындағы өтіңіз шықса, егерде запор болатын болса, ішіңіз жүреді. Ішіңіз сұйық жүретін болса, ол кашаобразды болу керек. Жел шықса, желдің иісі және дауысы болмау керек. Үшінші, және де нәжістің түсі қою шоколадты болу керек. Одан ақшыл немесе ол қара түсті болмау керек. Соған қарайсыз. Егерде ішіңіз өтіп кетіп жатса қатты, онда сіз түнде Урсасандай 2 капсула ішетін болсаңыз, оны 1 капсулаға түсіресіз. Ал егерде ішіңіз қатып тұрса, онда Урсасанды, түнде ішетін Урсасанды 2 капсула ішетін болсаңыз, 1 капсулаға көбейтесіз. Солай сіз өзіңіз регулировка жасау керексіз. Енді бұл курсты, егерде менің өтім жоқ дейтін болсаңыз, бұл курсты сізге ішу керек. Себебі сіз енді 3 дәріні де ішу керек. Себебі спазмолитик сізде, яғни менде өт қабы жоқ қой деген ой болуы мүмкін, бірақ 12 шеке ашылатын жерде тағы да сфинктер болады. Сол сфинктерді ашуға сіз көмектесесіз. Сол себепті өт қабыңыз болмаса да, сіз осы 3 дәріні ішу керексіз. Сіз 2 қабат болсаңыз да, онкологиялық аурулар болса да, бұл дәріні, бұл терапияны, бұл курсты сізге жүргізу керек. Ал егерде сіздің өтіңізде тасыңыз болатын болса, онда сіз адистонды ішесіз, спазмолитикті, өтті сұйылтатынды ішесіз. Себебі біз егерде холестеринді тасар болатын болса, олардың ерітуіне сіз көмектесесіз, және де өттің жаңадан келген өттерді сіз спазмолитикті ішу арқылы оны сыртқа қарай шығарып отыру керексіз. Бірақ өт айдайтын дәрілерді ішуге болмайды, себебі сіз өттің түтігін бекітіп қалуыңыз мүмкін. Және де осы терапияны жүргізгеннен кейін сіздерде 1 күн, 2 күн оң жақ қабырға астында ауру сезімі болуы мүмкін, бірақ сіздер тоқтатпайсыздар. 3-4 күндерде сіздер азаю керек.
Егер де азаймайтын болса, ауру сезімі күшейетін болса, онда сіз бұл курсты тоқтатасыз. Ал егер де азайып тоқтатын болса, ауру сезімі, онда сіз осы курс, дәл осы дәрілер сізге осы дозада жақсы жүреді деген сөз. Тұрақты сіз жылына 2 рет осы дәрілерді ішіп, өт қабын тазартып тұру керексіз өттен. Енді бауыр оң жақ қабыр ауысындағы ауру сезімі сізде күшейді дедік, онда сіздің өт қабыңызда тастар бар деген сөз. Сол себепті сіз УЗИ-де көрінбегенімен бұл тастар рентген позитивті тастар болуы мүмкін. Яғни УЗИ-де көрінбейді, сіз МРТ жасап, венозды контрастирование жасап, МРТ жасау керексіз. Сол кезде сізде тастар көрінеді. Ал бұл ақпараттың бәрі сіздерге жалпы білім ретінде беріліп тұр. Жеке өзіңіз дәрігердің қаралуынсыз бұл курсты жасауға болмайды. Сіздер осындай курс бар екенін, осындай дәрілермен қолданылатын және де қандай белгілер болатын білсін деп айтып отырмын. Бірақ сіз сонда да дәрігердің бақылауында жылына 2 рет өт тазалау курсын өту керексіздер. Өтіңізде тасыңыз болса және өттегі тасты алдырту немесе алдыртпау керек екенін білмей жүрсеңіз, осы видео дәл сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші, өттегі тас болғанымен, егер де сізді мазаламаса, ұстамалар болмаса, олардың көлемі, саны және қашан сізде пайда болғаны маңызды емес. Оның маңыздысы ұстама бар ма, ұстама қанша уақытқа созылады, және де ол ұстама кезінде алғашқы көмекке қандай эффект береді, соған байланысты. Егер де сізде бұрындары, егер де осы 80 жыл алдын өтінде тасы бар десе, сразу өт алдыртуға жіберетін болған. Ал қазір оған байланысты емес. Егер де сізде ұстама аптасына 1 рет және де айқын білінетін ауру сезімі болатын болса, онда тастың көлемі үлкен бола ма, кіші бола ма, біреу бола ма, или көп бола ма, қашан пайда болса да, ол өт қабын алдырту керекпіз. Ал егер де ұстама аптасына 1 рет, бірақ айқын ауру сезімімен болмайтын болса, онда сіз 2-3 күн поддерживающий терапия жасап көресіз. Егер де ауру сезімі өтіп кететін болса, онда сіз тек ауру сезімін келесіде бақылайсыз. Әр 6 ай сайын УЗИ өтесіз және де холестеринге, липидограммаға тапсырасыз. Және соған байланысты бақылауда қарап жүресіз. Өтінде тасы бар кісілерде 90% адамдарда төстің төменгі аймағында және күн тәрізді өрімнің жоғары жағында және төстің артқында ауру сезімі болады. Ол ауру сезімі бір тамақ тұрып қалғандай, тастың кішкене бөлігі тұрғандай, керілген ауру сезімі болуы мүмкін. Ол тамақ жегенге байланысты болмайды, физикалық нагрузкаға байланысты емес, немесе кейде тамақ жегеннен кейін ауру сезімі болуы мүмкін, және де таңертең сол ауру сезіммен сіз оянуыңыз мүмкін. Ал келесі, ол сол жақ аймақта бауырдың оң жақ, яғни оң жаққа қарама-қарсы бауырға, сол жақта ауру сезімі болуы мүмкін. Бір керілгендей, шаншығандай ауру сезімі болуы мүмкін. Ол тамаққа байланысты емес, тек физикалық нагрузкада кішкене ауру сезімі болуы мүмкін. Және де киіміңізді шешкенде, қолыңыз кішкене тигенде кішкене ауру сезімі болуы мүмкін.
және де еңкейгенде, отырғанда кейде кішкене ауру сезімі болуы мүмкін. Ал қалған айтатын 3 ауру сезімі ол көп кездеспейді, бірақ арада кездесуі мүмкін. Ол бірінші белдегі ауру сезімі, түсініксіз белдегі ауру сезімі. Былай бүйректің проекциясында ауру сезімі болуы мүмкін, бүйрекпен шатастыруыңыз да мүмкін, бірақ пальпацияда ол жерде басқанда ауру сезімдері болмайды. Және де бұл тамақтың жегеніне, ондай ештеңеге байланысты емес. Келесі ауру сезімі ол екі жауырынның ортасында, арттан алдыға берілгендей ауру сезімі болуы мүмкін. Бұл да егерде өтіңізде тасыңыз болса, бұл ауру сезімі болуы мүмкін. Үшінші ауру сезімі, яғни ол аппендикс, оң жақ мықын аймағындағы аппендикстің аймағында, сол оң жағында ауру сезімі болу мүмкін. Бірақ бұларда анализде өзгерістер болмайды. Енді бұл жағдайларда егерде поддерживающий терапия жасап тұру керек, яғни қолдаушы терапия. Егерде таңертең тұрғанда жүрегіңіз айнып, құсқыңыз келсе, температура көтерілсе, міндетті түрде жедел жәрдем шақырып, сіз ауруханаға бару керексіз, және хирургтарға көріну керек. Ал егерде ауру сезімі минимум 1 сағаттай болатын болса, анық, айқын болмайтын болса, сізді бір кішкене мазаңызды алып тұратын болса, онда сіз ножпамен платифилин салып, ауру сезімі кететін болса, онда сіз хирургқа көрінесіз, өзге үсіп, тұрақты бақылауда боласыз. Бұл жағдайда қолдаушы терапия қолданылады. Өтіңізді алып тастамай, бақылауды қарасаңыз болады. Енді қолдаушы терапия деп айтып жатырмыз. Оған қандай дәрі ішу керек екен, мен қазір айтамын. Бірінші, спазмолитик, ол жерде адестонды ішесіз. Екінші, өт айдайтын дәрі қолданбайсыз, өтті сұйылтатын дәріні қолданасыз. Урсасанның тек 1 капсуласын ғана ішесіз. Түнде ұйықтардан ас қорыту жүйесі туралы айтатын боламын. Және де адамда болатын кекіру, жүрек айну процестері неден болады, сол туралы айтатын боламын. Егерде тақырып қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ас қорыту жүйесі ағзаға, ауыз қуысына тағам түскеннен кейін, ол амилаза ферментінің әсерінен ыдырап бастайды. Ал келесі ыдырау процесі бізде асқазанда тұз қышқылымен және пепсиннің әсерінен ыдырайды. Келесі ыдырау процесі 12 ішекте тұз қышқылы және ұйқы безінің ферменттерінің әсерінен ыдырайды. Ашқетте тағамдардың сіңуі жүріп, ішектің соңғы бөліктерінде нәжіс жиналады. Біздегі негізгі орган ол өт қабы болатын болса, яғни өт қабының формасы бізде алмұрт тәрізді болып келеді. Ал стресстің нәтижесінде және дұрыс тамақтанбағанда оның формасы өзгере бастайды. Бір иірімдісі екі иірімді болуы мүмкін, немесе жалпы оның өттің шығуының қиындауына алып келетіндей формасы өзгеруі мүмкін. Соның нәтижесінде бізде ағзада өте үлкен өзгерістер пайда болады. Егерде біз алттан кейін өтті шығаратын тағамдарды қабылдайтын болсақ, онда бізде өт қабына өт сыймай, соның нәтижесінде 12 ішекке көп мөлшерде өттің шығуы мүмкін. Соның нәтижесінде бізде егерде асқазан және 12 ішек ашық болатын болса, арасы ол яғни стресстің және дұрыс тамақтанбаған нәтижесінде сфинктер ашық болатын болса, өттің кішкене бөлігі асқазанға өтеді. Ал асқазанға өтетін болса, өттің ортасы сілтілі орта болатын болса, асқазанның ортасы қышқылды орта. Яғни екі сілтілі мен қышқылды орта қосылғаннан кейін газ түзіледі. Сол егерде газ асқазанның түбіне қарай көтерілетін болса, асқазанның бір керілгендей сезім болуы мүмкін. Ал егерде осы газымыз асқазан мен және өңеш арасындағы сфинктер ашық болатын болса, онда газымыз өңеш арқылы көтеріліп, ауызда кекіру пайда болады, яғни газ шығады. Және егер
тамақтың кейбір кішкене бөліктері ауыз қуысына өңеш арқылы түсетін болса, онда бір қыжыл, бір жағымсыз дәм келуі мүмкін. Асқазандағы түзілген газ 12 ішекке қайтадан өтетін болса, онда ішектердің гүрілдеуі мүмкін. Келесі, егер де бағана айтқанымыздай 12 ішектің кеңейген жерінен, яғни асқазанға өт өтетін болса, онда өттің ортасы сілтілі орта болған үшін, онда асқазандағы қышқылды ортаны басып, соның нәтижесінде хеликобактер пилоридің дамуына алып келеді. Өт асқазанға біраз кішкене ұзақ уақыт тұратын болса, онда эрозия және асқазан жарасы пайда болуына алып келеді. Өт асқазанда ұзақ уақыт тұратын болса, онда ол сору процесімен көрінеді, яғни бізге қалай білінеді? Ол яғни қарын ашқан сияқты сезім болуы мүмкін, бірақ ол қарын ашу тек мида ғана болу керек. Асқазанға өт бөгде дене болғандықтан, оны асқазан шығарып тастағысы келіп тұрады. Ол қандай белгілермен көрінуі мүмкін? Жүрек айну, құсу рефлекстері болуы мүмкін. Және де дауыстың қарлығуы, стоматологтың алдына барғанда жүрек айнуы, және де лор дәрігері де қарайтын болса, жүрек айну сезімдері болуы мүмкін. Машинаға мінгенде шайқатылу, бас айналу болуы мүмкін. Және де температурасы және де тамақтағы ауру сезімсіз ангина болуы мүмкін. Және стоматологиялық жағынан қарайтын болса, сіздерде тастардың тез пайда болуы, қызылектің қанауы, және де қызылектің қабыну процестері жиі болуы мүмкін. Және де ауызда, тілде және ұртта тістің іздері қалуы мүмкін. Тілдің тілінуі, еріннің тіліну процестері болады. Дауыстың қарлығуы болуы мүмкін. Жиі стоматиттер, және де тамақта бір нәрсе тұрғандай болуы мүмкін. Және оны тамақта бір нәрсе тұрғандай сезім болуы мүмкін. және де жөтелгісі келіп, жөтелгенде де бір ақшыл қақырық шығуы мүмкін. Түнде ұйықтағанда ауыздан сілекейі ағуы мүмкін. және де ауыздағы құрғау сезімі болады. және тілде ақ және сарғыш налеттар болуы мүмкін. Ауыздағы жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Гастроэзофагальды рефлюкс туралы айтқым келіп тұр. Яғни асқазан және өңеш арқылы ауыз қуысына тамақтың қалдықтары қайтадан келу туралы. Бізде қазір дұрыс тамақтамау нәтижесінде қыжыл және кекіру секілді белгілер көп болады. Бұл қай кездерде болады? Егер де өңештің төменгі сфинктері тонусы төмендеген болса, және асқазанның және де 12 ішектің қалдықтары өңешке қайтадан қайтып, соның зақымдау нәтижесінде асқазанның тамақтың қалдықтарынан босату қабілеті төмендегенде, және өңештің тамақтың қалдықтарынан босату қабілеті төмендегенде, және де ішкі қысымның артуы нәтижесінде болады. Бұл белгілі клиникалық жағдайда бұл тамақтан кейінгі кекіру және қыжыл секілді белгілермен көрінеді. Бұл белгілер қатты маңызды емес, егерде сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, және де өмір сүру салтын дұрыс қалыптастыратын болсаңыз, онда қатты қорқынышты емес. Ал егерде келесі мен айтатын белгілер ұзақ уақыт қолданатын болсаңыз, онда қорқуға болады. Ол белгілер бірінші темекі тарту, семіздік, және де ұзақ уақыт еңкейген күйде жұмыс істеу, құсу және де кекіру белгілерін жасанды түрде жасайтын болсаңыз, және де фенилэтиламин құрамында бар дәрілерді және де тағамдарды қолданатын болсаңыз, оларға тәттілер, шоколад және диетикалық тамақтар, және кейбір спортпен шұғылданатын адамдардың тағамдану тәсілдерінің ішінде болады. Ал келесі, егер дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, тамақты көп мөлшерде немесе майлы, қуырылған тағамдарды қолданатын болсаңыз, газды сусындарды, салқындатылған минералды суларды және соктарды, құрамында пектині бар жеміс жидектерді көп қолдану болып келеді. Және де ыстық тамақты, суық тамақты көп қолданатын болсаңыз. Келесі, осы жағдайлар қалай жүреді? Енді соған тоқталатын болсаңыз, құрылысына келетін болсақ,
мына мен сіздерге сызба түрінде сыздым. Бізде ауыз қуысы арқылы ауыз қуысына тамақ түсіп, одан трахеядан кейін өкпеге кетеді, өкпеден мына өңештен асқазанға барып 12 ішекке барады, кейін ішектерге жалғасады. Ал бізде мына жерде трахея мен өңештің екеуі тілшекпен бірге байланысқан, екеуінің саңылауы бір болып келеді. Сол себепті кейде айтамыз, тамақ жеген кезде сөйлеуге болмайды деп. Біз егерде сөйлесеңіз, тамағымыз өңеш арқылы емес, трахеяға өтіп, адамның шашалып қалуы мүмкін. Келесі осы мына жердегі төмендегі өңештің төмендегі сфинктерінің дұрыс жұмыс жасамауынан асқазан және ішектегі тамақ қалдықтары ауыз қуысына өтіп кетуі мүмкін. Бізде тәулігіне 3-тен асқан балаларда түнгі уақытта таңға дейін 300 мл өт бөлінеді, және өт қабында, мына жерде өт қабында жиналады. Бауырдан бөлініп өт қабында жиналады. Ал егерде сіз кешкі 6-тан кейін өтті жақсы бөлетін тағамды қабылдайтын болсаңыз, оның мөлшері көбейеді. Соның нәтижесінде бізде көп бөлінген өт ішекке түседі. Ішекке түскеннен кейін, сол дұрыс тамақтанбаған екен, ол асқазанға өтеді. Асқазаннан бұл өңешке қарай өтеді. Яғни сіз горизонталды жатқан күйде болғандықтан, мына өтіміз біздің өңеш арқылы ауыз қуысына түседі. Ол ауыз қуысында ғана емес, трахеяға да түседі, кеңірдекке, яғни ауыз қуысына, және де мұрынға да өтіміз баруы мүмкін. Бізде өтіміз сілтілі орта болғандықтан, сілтілі орта, ал біздің ішкі қабатымыздың бәрі эпителий шырышты қабатпен қапталған. Яғни осы сілтілі орта шырышты қабатымызды күйдірудің нәтижесінде бізде ағзамыз қорғаныш эффектісі ретінде сол жерде сілекей және шырыш бөледі. Ал ол шырыш бізде аузымыз таңертең тұрғанда немесе түнде ұйықтағанда сілекей ағуының себебі сол өттің нәтижесінен. Аузымыз трахеяға өтсе, ол жерде шырыш, трахеяға өтіміздің өту нәтижесінде ол жерде шырыш бөлінеді. Соның нәтижесінде таңертең тұрғанда қақыр жөтеліп, сол қақырықты шығарып тастағысы келіп тұрады, және сол нәтижесінде жөтелу болады. Ауыз қуысына өт келгеннің белгілері тісіміздің сарғаюы, және де тіліміздің ақшыл сарғыш түсі болуы, және де ұртымызда, тілімізде тістің дақтарының болуы да соның нәтижесінде, және де құрғауының нәтижесінде сіз шөлдемесеңіз де ауыздың құрғағын басу үшін су ішуіңізге тура келеді. Келесі, және де тісті жуғанда жүрек айну сезімі болуы мүмкін. Машинаға мінгенде кейде жүрек айну сезімдерінің болуы осы өттің асқазан ішек жолына түсуінен болып келеді. Сонымен қатар көптеген тістердің сарғыш болуы, тас болуы, тас жиналуының бәрі, және де басқа да көптеген белгілердің себебі осы өтімізге байланысты болып келеді. Осы жағдайды болдырмау үшін бізге кешкі 6-дан кейін өтті жақсы бөлетін тағамдарды көп қолданбау, етті тағамдарды түскі 4-ке дейін қабылдау керек. Түнгі ұйықтардан тамақты жеп болғаннан кейін 3 сағаттан кейін ұйықтау керек, немесе ұйықтардан алдын 3 сағат алдын тамақтану керек. Және де сіздің 6-тан кейінгі жейтін тағамыңыз өзіңіздің жұдырығыңызбен бірдей болу керек. Және де көп тамақтанбау керек, және де аз калориялы болу керек. Тамақтану салтын дұрыс сақтау керек. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.